Сөз өнері әдеби әлем, әдебиет, тәрбие құралы. Ендеше сол әдебиетімізді қалыптастыратын ой мен сана болмақ. Армысыздар, құрметті әдебиет сүйер қауым, сіздермен бірге сөз өнері және сана бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Мұқашев Темірбай әліұлы. Темірбай аға, бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет. Биыл қазақ әдебиетінің наркескені, шындықтың шырақшысы атанған, халқымыз Шерағаң деп әспеттеген Шерхан Мұртазаның туғанына 90 жыл. Осыған орай бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын Шерхан Мұртаза шығармаларындағы балалық кезеңнің бейнеленуі жайлы болмақ. Осы адам өміріндегі ең бір керемет кезеңнің бірі балалық шақ қой. Балалық шағын еске түсіріп, оған қалам тартпаған жазушы кем-де-кем шығар. Осы орайда Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романын тілге тиек етсек болады. Шығарманың аталуына тоқталсақ, яғни Ай мен Айша аталуында жазушының ай образын дүниеге алып келуінде қандай мән жатыр, осыған тоқталып өтсеңіз. Енді бұл Шерхан Мұртаза Ай мен Айша романын өмірінің соңында жазды. Әбден кемеліне толып, оның алдында не бір керемет туындыларды өмірге келді. Қызыл жебеді, mesela 5 кітаптан тұратын. Оның алдында анау Қарамажан деген мемлекеттік сыйлықты алған. Оның алдында қаншама Сағыныш ақын қысқа әңгімелері бар. Бұл кісі керемет қаламгер ғой. Сондықтан менің ойымша осы кез келген қаламгер өзі жас өсіп кемеліне келген кезеңде шығармашылық жолындағы ең биік шыңында қалай да болса да өзінің артына қарап, өзінің өміріне бір көз салып, бір жұртқа, оқырмандарына бір есеп бергенде сияқты болады. Міне Ай мен Айша романы сол бір, менің ойымша сол Шерағаңның өзінің ауыр, қиянат пен қасіретке толы балалық шағынан үлкен бір сұрақтар, өзінің өсіп өнген ортасынан бір хабар беріп, өзіне бір есеп беретін тәрізі көрінеді. Оның өзі шығарманың өзінің басы да қызық басталады ғой. Парижде болдым, Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым, Мысыр түсіме кірмеді. Қытай мен Моңғолстан, Үндістан, Пакистан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетінде Техаста, Чикагода, Нью-Йоркта болдым. Оларда түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым, онда түсімде көрмедім. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін дейді. Осының өзі үлкен философиялық толғау. Бұл әрбірден кейін осы шығарманың бір алдындағы экспозиция, яғни оқиға баратын бір үлкен бағыт-бағдар. Мына оқырманды дайындайтын бір өзіндік бір көркемдік шешім іспеттес болады. Бұл енді Ай мен Айша менің ойымша көркемдік жағынан болсын, мынау тарихи салмағы жағынан болсын, содан кейін бір образдарды ашуда Шерағаңның өзге шығармаларын тіптен бөлек, оқшау, шоқтығы биік туындысы деп айтуымыз керек. Бәріміз әрине кімді Тұрар Рысқұловты енді бұл жерде Қызыл жебені оның көркемдігіне болмаса тарихи салмағына шек келтіріп отырған жоқпыз. Бірақ дегенмен де екеуінің арасын оқысақ, мына шынында әлдеқайда бір қою, нәзік, талсам дүниеге керемет бай дүние. Сонда қарап отырсаңыздар, бұл кішкентай ғана мынау ауылында болып жатқан оқиға, екі ортада жүрген небір қысылтаяң шақтарда адамдардан, жекелеген адамнан, тіпті қоғамнан теперіш көріп жүгіріп жүрген Барыс ханның арпалыс өмірі қарап отырсақ, бірақ соның өзінде не деген салмақ жатыр, ой жатыр. Енді бұл не себепті Ай мен Айша аталып отыр. Енді оның жазушының өзінде айтатыны бар. Бірақ дегенмен де менің ойымша бұл ай дегеніміз бұл қараңғы түнде адамға жол көрсететін, жол сілтейтін жалғыз шырақшы аспанда тұрады. Күн жоқ қой. Онан кейін Барыс ханның өмірінде оның бір қатты қысылтаяң шақтарында көңіліне үлкен қаяу түсіп қиналған сәттерде алдына жол сілтейтін шырақшысы Айша. Сонда қарап отырсаңыздар, күндіз Айша, түнде ай. Бұл бір ме?
бұл енді мен жеке өзімнің субъективті көзқарасым. Екінші мәселе, Барыс ханның өмірдің қанша бір арпалыс уақыттарына шалдырса да, кездессе де, соның бүкіл ауыр тұрмысына, ішкі жан дүниесінің құбылысына түңілген сәттерінде оған көмек берумен қатар куә болған Ай мен Айша. Әр уақытта бір қиналған сәттерде байқайсыздар ма, Барыс хан түнде аспанға қарайды, сөйтсе айды көреді. Міне ай оған куә болып тұр. Және оған іштей сырын ақтарады қиналған сәттерде. Сонда меніңше осы бұл Ай мен Айша аталының өзінде үлкен бір философиялық астар жатыр. Бұл астарды біз сол шерағаның бүкіл өмірлік болмысынан іздеуіміз керек. Жақсы, рахмет аға жауабыңызға. Осы шығармада айтады ғой, сен қайдан келдің десе бір данышпан, мен балалықтың үйінен келдім дейді. Осы Шерханның балалық кездегі алған тәрбиесі, кейін келе, өсе келе өмірлік ұстанымына қалай әсер етті? Екеуін байланыстыра аласыз ба? Енді мынау қаламгерлердің, үлкен қаламгердің ортасында мынандай бір сөз бар. Мүмкін бұл шындықта шығар. Қиындық көрмеген, балалық шағында қиындық көрмеген адам өсе келе үлкен қаламгер болмайды дейді. Оны мен бір емес бірнеше рет естідім. Үлкен осы жерде қаламгер ағаларымыздан естідім. Мүмкін осының астарында үлкен бір ақиқат жатқан шығар. Өйткені мынау бұрындар қазір классик деңгейдегі жазушылардың, ақындардың өмір жолына қарасаң, бәрібір балалық шағдағы қиындықтан бір. Сол бір кезеңді басын өткізді. Өйткені қиындық дегеніміз не? Қиындық дегеніміз ол кәдімгі адамды өмірде шыңдайтын үлкен бір қалып қой. Бейімдейді. Анау ол шыңдалған, мәселен, темірді, болат темірді бір ыстыққа салып барып, одан кейін суыққа салып барып шыңдайды. Өмірде сол, өмірдің ащысы мен тұщысы болу керек, өмірдің ыстығы мен суығы болу керек қой. Адамда бір жанды организм тәттіні қаяқтан біледі. Сондықтан да бұл, меніңше бұл Шерағаңның осындай бір балалық шағында үлкен бір осы қиыншылық кезеңнен өтудің өзі, оның келешекте бір қайраткер, қайсар қаламгер болуына негізгі бастапқы жолы болды ғой деп ойлаймын, үлкен мектеп болды ғой деп ойлаймын. Оның кейін қарасаңыздар, Шерағаң ешкімнен, өмірінде ешкімнен қорыққан жоқ қой. Ешкімнен қорыққан жоқ, өйткені кішкентай кезінде қорқып біткен. Жүрегін шошытып біткен. Енді оның жүректі шошытатын ештеңе жоқ, қорқынышқа, үрейге орда орын жоқ. Өйткені сояқта бәрін уже бойынан өткізіп, қалыптасып үлкен өмірге келді ғой. Оның өмірде қай жағынан қаламгерлік жағынан болсын, мәселен, өткен ғасырдың 70-ші жылдары, 80-ші жылдары айталық Тұрар Рысқұловты ауызға ала алмайтын кезеңде бұл көзі тұтас бір романдарын ады. Тұрар Рысқұлов туралы. Ол кезде ол ақталмаған кез болатын. Оны қарап отырсаңыз, бұған үлкен қайсарлық жүрек керек. Оны екінің бір жазған жоқ. Ол батырлық қой. Оның кейін қанша қызметте болды. Кейінгі соғыстарда мәселен депутат болып жүрген кезінде еш уақытта еш нәрсені аяғын тартқан емес. Сондықтан да бәлкім осы кісінің өмірдегі келесі бір аты Шерағадан бөлек, анау шындықтың шыны деп жүрміз ғой қазір. Ақиқатта шын мәнінде сол кезінде айтқан осы Шераға. Өйткені мына, мысалы, Ай мен Айша қайтып оралайықшы. Осы жерде нағыз сол 37-38 жылдардағы ашаршылық, Ұлы Отан соғысы кезінде қиыншылық бәрі осы Шерағаның шығармаларында жатыр. Шағын әңгімелерінде өлеңген осы үлкен кезек романдарында бәрін анық көрініп жатыр. Шындық бәріне ұнай бермейтіндігі ол да бар, иә? Енді ол әрине, кімге шындық ұнайды? Бірақ енді шындық ұнамайды деп тағы да көріне көзге үнсіз қалудың өзі жараспайтын дүние ғой. Шындық айтылмаса, апарып ол орға жығатын тағы белгілі. Осы қазақ әдебиетін алып қарасақ, ана тақырыбында қалам тартпаған жазушы кем деген шығар, иә? Қай бір шығарманы алып қарасақ та ана образы керемет сомдалады. Енді осы біз әңгімемізге арқау болып отырған Ай мен Айша романындағы Айша образына тоқталсақ. Яғни Айша өмірде сондай қиындықты көрді, соған мойымай өз балаларына өзі әке болды, өзі әже болды, өзі ана болды, бүкіл бір отбасының жүгін арқалады десек болады. Енді осы Шерхан шығармасындағы ана образы, яғни Айша образы мен басқа қаламгерлердің шығармаларындағы ана образында қандай айырмашылық бар? Осыны тілге тиек етсек. Енді бұл қазақ әдебиетінде ең бірінші
біз баяғыдан қалыптасқан бір қағида бар. Ана образын, ана туралы новеллаларда өмірге келген қабілетін суреттейтінбіз баяғыда. Мынау новеллалар бар ғой. Қай бір шығармасын оқып барсақ. Иә, ана өзі күшті көрініп тауып отырады. Енді көптеген жазушыларда, мәселен, ана бейнесі ол қиялдан алынған образдар. Әрине, кез келген жазушы өзінің шығармаларында міндетті түрде оқиғаны, кейіпкерлерді өмірден алып отырады ғой. Іздейді өмірден, прототиптен іздейді, болмаса ұқсас адамдар іздейді. Ол енді жазушының жеке өзінің лабораториясына байланысты. Ал бұл жерде бір ерекшелік, Шераған өзінің анасының образын жасайды. Бірақ бұл жерде қарап отырсаңыздар, бір Айшаға бір керемет, бір шалқып, бір тоқталмайды. Айшаны бір керемет, бір терең, бір суреттеп, оған деген бір жүрек сағынышын, оның бір портретін жасап, ішкі жан дүниесін ашып жатпайды Айшаны. Ол Аймен Айша аталған күннің өзінде де Айша әр уақытта ол белгілі бір оқиға тұсында сол оқиға арқылы ашылып отырады. Көп жерде айтады ғой, ой, өзі айтып қояды тағы автор. Ой, Айша ашуланса көсін көрсетіп жібереді. Ол біздің Айша ғой. Айша ешкімнен қорықпайды. Тіпті кім еді кейіпкер? Қарабет пе, кім еді? Иә, Таспет. Таспеттің өзіне қарсы шығатын адуынды мінез бар деп қояды. Болмаса бір сюжет бар ғой. Бұл суға түсіп рахаттанып шалшып орнатып кезінде інісі Мешел оқығанның ісі, сол Батырбек барады да құйрығымен жүріп барып суға тұншығып өліп қала жазған кезінде оның қорыққаны анау інісінен емес, Айшадан қорқады. Айша менің жаным шығарады дейді. Болмаса Айшаның қаталдығы, борап тұрған суықта үйде от жоқ, жағайсы сірке жоқ, анау қырдың астындағы үйден барып от әкел деп, шоғалып кел деп шелек беріп жіберіп, тас қараңғыда және борап тұрған жуалдың боранын білесіз бе қандай екенін. Соған қарамастан кішкентай ғана барысқан жұмсап жіберді. Бір жағын қарап отырсаң, бұл жерде Айша қатал болып көрінеді. Енді қаршадай баланы, мысалы қай ата-ана мәселен қаршадай баласын жет түнде қараңғы боранда барып ана қырдың астынан барып отын алып келеді. Ондай ана жоқ қазір. Ондай ана жоқ. Ал кейбір тұстарда, мәселен Таспеттер көріне көзге барысқанға қиянат жасап атқанда, тура балапанын қорғаған құстай қанатымен астына алып, Таспеттердің бетінде өздеріне тіпті колхоздың председателіне қарсы шығады. Ол кезде қарасаң, Айша бір керемет мейірімді. Сонда қарап отырсам, мен бұл Айша бейнесін осындай образға салу арқылы Шераған сол кезеңдегі бүкіл әйелдердің болмысын сомдады ғой деймін. Типтік. Сонда Айшаны ол жай образ емес, жай характер емес, ол үлкен типтік деңгейге көтерді. Өйткені біз Айша деген кезеңде сол замандағы, сол тұстағы күйеулерінен жастай жесір қалған әйелдердің бүкіл образ көрінеді. Мен солай деп қабылдаймын. Қылшаға баруы. Иә, еш уақытта еш нәрседен қиналмайтын сондай бір тұлға есебі деңгейіне көтерді. Бұл Аймен Айша романының ең үлкен бір жоғары жетістігі. Және бұл айтып отырмын ғой, не бір көркемдік бір ізденістерге барған Шераған. Өйткені бұны жазған кезінде мен ойымша бір отырағап, Шераған өзі көп тез жазады ғой, көп жазады, тез жазады. Бұл роман, бұл пәленбай жыл дайындалған болу керек. Өйткені ана кейіпкерлердің бәрін ойына түсу керек, олардың характерлерін жасау керек, мінез бітіру керек, образ, диалог, тартыс, бәрін соның барлығын Шераған, әсіресе Айшаға келген кезінде мен сөз айтыламын, ол кісі қатты қиналды. Неге десеңіз, өзінің анасының образын жасау оңай нәрсе емес. Және ол сәтті алып шықты осы образды. Рахмет аға. Енді келесі сұрағымызға келсек, осы Барысқан образ дейміз, яғни Шерханның прототипі ғой осы кейіпкерде шығармадағы. Енді Барысқан сонша қиын қыстау кезеңді басынан кешірді, бір бала болып баламен ойнамады десек те болады.
Енді мына біздің қазіргі өсіріп отырған ұрпағымызды осы кездегі балаларды сол Шерханның балалық кезеңімен салыстыруға мүлдем келмейді. Ол енді сізбен бізге белгілі. Сондай қиындықты бастан өткізсе де ойын баласы бола тұра кейін ойлы бала болып қалыптасуына сондай ықпалын тигізді. Енді сізбен біз осы педагог ретінде, ұстаз ретінде қазіргі біз тәрбиелеп отырған ойын балаларын осындай ойлы бала деңгейіне жеткізуге қандай үлес қосамыз? Сол жайлы пікіріңізді білсек. Енді шерағаң заман Құдай басымызға төндірмей қойсын. Әрине. Ол кезең біз тек қана оқу арқылы ғана білеміз, кітап, тарихи деректер ғана білеміз. Оңай нәрсе емес. Ол өте қиын нәрсе. Сол кезеңдерде мынау ашаршылықтан бұралып өлейін деп жатқан балаларды көңілін алдау үшін жылап аңырай бермегендегі құлағын енді ана үшін қиын нәрсе ғой. Бір уыс бидайды әкеліп тарын әкеледі, киізге шаш тулақтың киізін шашып жібереді. Анау кәдімгі жем шоққан тауық сияқты отырып кешке дейін қалай уақыт өткен. Сөйтіп құлақтарын тыныштандырады дейді. Енді ол заман бермей қойсын. Қазір балаларымызға елестеп тіпті ана болғаннан кейін жүрегіміз елестеп жатады ғой сол. Ал енді ол заманды бермей қойсын біздің балаларға. Балалар қазір Құдайға шүкір тоқшылық заманда өмір сүріп жатыр ғой. Қайда бақытты. Ой, бақытты, қай жағынан болсын, не киемін демейді, не ішемін демейді, қай жақта оқимын демейді, қандай жұмыс істеймін деп Құдайға шүкір. Өз аузымызға өзіміз қолымыз жеткен заман ғой енді қазір кезеңде. Бұл ал енді мынау осындай заманның бір қиыншылығы тоғышар балалар ұрпақ өмірге келу қаупі бар да. Тоғышар балалар. Барлығы дайын ғой. Бәрі дайын. Ішкен алдында, ішпеген артында дейміз ба? Не киемін, не жеймін демейді. Бұл тоғышар ұрпақты алып келу мүмкін өмірге. Барлық нәрсе қол жетімді. Иә. Бұл өте қауіпті нәрсе, қауіпті синдром. Бірақ енді оны бұл жолдан сақтаудың үлкен бір жалғыз жолы тәрбие беру. Ол үйде әке-шешесінің тәрбиесі, одан кейін балабақша, мектеп, жоғарғы оқу орындары. Сондықтан осы кезеңде қазір үлкен ұстаздарға міндет жүктеледі. Ол ата-ана істей алмаған нәрсені ұстаздар істеу керек болады. Бұл өте ауыр нәрсе. Сондықтан да қазіргі кезеңде мынау ұстаздар қойылып отырған мынау үлкен ауыр салмақтың өзі осымен шектеледі ғой деп ойлаймын. Енді білім беру Құдайға шүкір балабақшадан бастап сауатты болып келеді балалар. Енді ол жағынан қиындық бола қоймас. Алдына тәрбие мәселесі үлкен рөл атқару керек қой деп ойлаймын. Менің өзім ойым. Мәселен біз кеңестік дәуірдің ұрпағымыз, сол заманда өмірге келдік, сол заманда қызметке келдік, сол заманда үйлендік, сол заманда балалы шағалы болдық. Енді қазір 30 жыл тәуелсіздіктің қанатының астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Тіпті менің заманымдағы балалар мен қазіргі балалар тіптен бөлек нәрсе. Өтті жер мен көкте, оны кейде өз балаларыма немере алмайсың оларға ертегі айтқандай болады. Ал енді сондай жолдан қалай да өзін тоғышарлықтан сақтау үшін мына сияқты шығармаларды біз азық етуіміз керек. Осы тағы бір айтатын нәрсе, қазіргі кезеңде үлкен бір мәселе, мектепте осы қазақ әдебиеті пәнінің оқытылу деңгейі менің көңілімнен шыға бермейді. Осы жақында ғана мынау Тараз инновациялық халықаралық институт бар, баяғы тигулі жоқ қой. Сол жерде шерхантану орталығы бар, үлкен орталық, жақсы жұмыс істеп жатыр. Сол шерхантану бойынша ылғи да конкурстар, олимпиада, халықаралық конференция оқуларын түсіп тұрады. Соған біз барып тұрамыз ара-тұра. Балалар неғұрлым көп оқу керек. Теориялық білімді балалар уже кейін қалдыру керек. Балалар бірінші оқу керек. Теориялық кейін қалыптаса береді. Сондықтан осы мәселелерді меніңше сол балаларды жаңағыдай істеу үшін осы Шерағаңның Ай мен Айша сияқты романдарын біз көбірек пайдалануымыз керек өмірде. Осы балаларды. Өйткені балалар бұны көрмесе де соны сезіну керек қой. Оқи отырып, өткенде балалар ата-бабаларымыз осындай болды. Біз Құдайға шүкір деген бір жүрегіне бір сезім қалыптасу керек қой деп. Жақсы аға, енді сізбен күліп өсіріп әңгіме айта беруге болады, қимаймыз әрине. Бірақ уақытымыз шектеулі, сондықтан бүгінгі бағдарламамыз осымен мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау болыңыздар. Әр қазағымызда сіз сияқты үлгі алар тұлғаларымыз көп болсын деп тілейміз. Рахмет. Рахмет. Алтындай уақытыңызды бөліп бізге сұхбатқа келгеніңіз. Рахмет.